ойлау. Мақсатым оқу сауаттылығының маңызы, оны қалай оқушыларды оған қалай дайындау керек, жолдарын сіздерге бірге талқылау. Оқу сауаттылығы дайындау жұмыстарын сіздермен бірге талқылау. Енді жалпы оқу сауаттылығы функционалдық сауаттылықтың бір бөлімі, иә? Сіздер қалай ойлайсыздар? Функционалдық сауаттылық дегеніміз не? Теорияда алған білімді өмірде қолдану, иә? Ал енді осы оқу сауаттылығының біз білетін негізгі үш тармағы бар. Ол функционалдық сауаттылықтың біз білетін негізгі үш тармағы бар, иә? Ол оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық және жаратылыстану ғылыми сауаттылық деген. Жаратылыстану ғылыми сауаттылық. Енді осы оқу функционалдық сауаттылығының құрамдас бөліктері, функционалдық сауаттылықтың құрамдас бөліктерінің бәрі оқу сауаттылығына келіп тіреледі. Егер бала есепті дұрыс оқымаса, түсініп оқымаса, оқу сауаттылығы төмен. Одан нәтиже шығармайды. Ақпараттық сауаттылық та оқу сауаттылығынан келіп шығады. Ақпаратты қабылдау, сараптау, оған сыни көзбен қарау, осының бәрі оқу сауаттылығынан шығады, иә? Енді жаратылыстану ғылыми сауаттылықта кез келген пәннен тест берілетін болса, оның мәтінін түсініп оқымайынша бала, ол сол пән бойынша жаратылыстану ғылыми сауаттылығын көрсете алмайды. Креативті ойлау, логикалық сауаттылық та осы оқу сауаттылығынан шығады. Себебі креативтілік деген не? Қалай ойлайсыздар? Ерекше, стандарттан жоғары ойлау, иә? Креативті ойлау дегеніміз, иә? Яғни логикалық сауаттылық. Осының өзі оқу сауаттылығынан шығады. Сыни ойлауымыз да осы оқу сауаттылығынан шығады. Барлығы демек біздің жаңа қазақ тілі мұғалімдеріне қарап тұр. Ал енді сіздер қалай ойлайсыздар? Оқу мен оқу сауаттылығының арасында қандай айырмашылық бар? Оқу дегеніміз не? Ал оқу сауаттылығы дегеніміз не? Бұл оқу сауаттылығы, иә? Ал сонда оқу дегеніміз не? Оқу дегеніміз сонда оқу сауаттылығына оқу сауаттылық танымдық іс-әрекетте жатпай ма? Ал екеуінің айырмашылығы неде? Бірақ оқу сауаттылығында оқу деген жай оқу. Оқу сауаттылығы деген сол оқыған мәтінді талдау. Оқу дегеніміз жай таңбаны дыбысқа айналдыру. Таңбаны дыбысқа айналдыру. Ал оқу сауаттылығы дегеніміз жаңағы оқу сауаттылығы ол оқылған мәтінді түсіну, мейлі ол сөйлем болсын, сөздің мағынасын білу, мәтінді түсіну, ондағы ақпараттарды анықтау, қандай қосымша ма, негізгі ма ақпараттарды, оны пайдалану, тіпті ғылымды түсіну, әлемді тануға дейінгі аралықтағы процесс, құзыреттілік, ол оқу сауаттылығы. Ал оқу деген әріптерді дыбысқа айналдыру дағдысы. Декодтау деп атайды екен. Таңбаны тану және дыбыстау. Таңбаны танып, дыбыстау ол оқу деп аталады да, ал одан кейінгі процесс құзыреттілік, оған құзыретті болу керек адам, икемді болу керек, иә? Ол процестердің барлығы оқу сауаттылығы деп аталады. Енді осы оқу сауаттылығын біз қалай жүзеге асырып жатырмыз? Тәжірибеде. Бұның жолдары көп, иә? Нақты ақпаратты, мәтінді оқытамыз, одан нақты ақпараттарды таптырамыз, детальді ақпараттарды таптырамыз, сөздің мағынасын контекстен ажыратып талдаймыз, мәтін құрылымын түсіндір ма, түсінбеді ма, оны тексереміз, мәтіннің түрін ажыратамыз, мәтіннің түрі көп, иә?
мысалға тұтас мәтіндер, тұтас емес мәтіндер, аралас мәтіндер, соның бәрін ажыратып, ондағы ақпаратты қаншалықты меңгергенін тексереміз, иә? Бұл біздің тәжірибемізде болып жатқан нәрселер. Енді осының бәрі неге қызмет ету керек? Оқу дағдыларын дамытуға қызмет ету керек. Біздің жаңағы жасап жатқан тәжірибеміздің бәрі оқу дағдысын дамытуға қызмет ету керек. Ақпаратты табуға, анықтауға, интеграция жасауға, бөлшектеп талдауға. Мәтінді аламыз да бірінші абзацтан мынандай мәселе, екінші абзацтан мынандай мәселе көтерілген деп бөлшектеп талдаймыз, интеграция жасайды. Интерпретациялауға, оны жұртқа, қасындағы адамға түсіндіре ала ма, түсіндіре алмай ма, қалай интерпретациялатамыз, оған сыни көзбен түсініп, сыни көзбен бағалауға дейін апаруымыз керек. Міне, оқу сауаттылығының жұмыстарының барлығы оқу дағдыларын дамытуға қызмет етуі керек. Енді осы жерде менің мана тақырыбым оқу сауаттылығы және креативті ойлау деп аталды. Адам креативті стандарттан жоғары ойлау үшін мынау негізгі логиканы, яғни пайымдаудың 4 заңын білуі керек. Кез келген бала. Бұл бірінші заңы сәйкестік заңы деп аталады. Пайымдаудың, логиканың 4 заңының біріншісі сәйкестік. Мысалға қараңыздар, мәтінде мынандай сұрақ болады. Мәтін барыс жабайы аң дейтін болса, одан кейін сонымен бірге барыс дәрілік өсімдіктер ретінде қолданылады дейтін болсақ, екеуі сәйкес па екі пайым? Сәйкес емес. Екінің бірі не ол дәрілік ретінде қолданады деп мынау? Барыс жабайы аң. Екеуінің біреуі ғана дұрыс екенін бала түсіну керек тест тапсырып жатқанда. Бұл сәйкестік заңын бала тест тапсыру үшін, оқу сауаттылығы тапсырмаларын орындау үшін білу керек. Екінші қайшылық заңы. Барыс қауіпсіз жануар, кейде барыс адам өміріне зиян келтіруі мүмкін дейді. Осы екі пайым да дұрыс бола ала ма? Жоқ. Екеуі бір-біріне қарама-қайшы пайымдар, қарама-қайшы пайымдардың біреуін ғана таңдауы керек екенін бала түсіну керек. Бұл логиканың екінші заңы. Үшіншінің мүмкін еместігі заңы. Барыс қанаттылар отрядына жатады, немесе барыс мүлдем ұша алмайды. Екінің бірі. Үшіншісі болуы мүмкін емес. Сонда барыс қанаттылар отрядына жатпайды деген дұрыс па? Барыс мүлдем ұша алмайды деген дұрыс па? Соның үшіншісі мүмкін емес, осы екінің біреуі екенін бала түсіну керек. Бұл логиканың үшінші заңы. Енді жеткілікті негіздеме заңы. Мысалға, нан жеген зиян екені дәлелденді. Оны күн дәлелдеді, қашан дәлелдеді, қай жерде дәлелдеді, оны айта алмайды. Бала осыны айта алатындай дәрежеде болу керек. Оған негіздеме болу керек. Бір пікір айтатын болса, өзіміз де солай. Пікір айтатын болса, соған пәленше айтқан, пәлен жылы, пәлен кітабында біз эссе жазғанда да сілтеме беріп отырамыз, Бала әр сөзінен негіздемесі бар болу керек. Міне сонда ғана логиканың осы 4 заңын меңгергенде бала оқу сауаттылығы тапсырмаларын шеше алады. Яғни бала стандарттан жоғары креативті ойлай алады. Міне баланы осыған тәрбиелеуіміз керек. Енді мысалы алайық. Мынандай тапсырма беріліп тұр. Осындай тапсырманы сіздер қалай шешер едіңіз? Таратып жіберіңіздер. Екеуі ара біреу болсаңыздар. Спорт залға 3 дос келді. Марат, Болат және Санат келді. Олардың біреуі ізденіп, біреуі біреніп, біреуі сүйеніп. Болаттың әкесі дәрігер, ол 7-ші сыныпта оқиды. Біреніп 6-шы сыныпта оқиды.
Зейнептің әкесі мұғалім. Балалардың әрқайсысының тегін табыңыздар деп тапсырма келді. Сосын астында нұсқалары келді. Осы тапсырманы шешу үшін бағанағы пайымға сүйеніп, үшіншінің болуы мүмкін емес, екінің бірі деген пайымдар бар ғой, тапсырма сіздер жолын, осыны түсіндіру жолын құрастырсаңыздар қазір. Не істейсіздер осыны табу үшін? Балалардың фамилиясын, яғни фамилиясын немесе тегін табу үшін сіздер не істейсіздер? Тез-тез бағана пайымдауларыңызды қосыңыздар. Ешнәрсе ойламаңыздар. Тура осы жерде сіздер бір нәрсе біліп кетейін деп келдіңіздер ғой. Не істер едіңіз осыны табу үшін, балалардың тегін табу үшін сіздер не істер едіңіздер? Оқушыға осындай тапсырма келді делік, логикалық тапсырма. Қандай ұсыныстарыңыз бар? Осы тапсырманы қалай шештіресіз? Иә, оқушыға осыны табудың жолын сіз көрсетуіңіз керек қой, тауып бермесеңіз. Сіз қандай жол көрсетесіз оқушыға? Одан кейін Марат Хренов емес деп ештеңе жазбаймыз. Одан кейін Болатқа жазамыз, жаңа мысалы. Дәрігер. Одан кейін үтір қоямыз да 7-ші сыныпта оқиды. Келесі сыныпта оқиды. Үшесін жазып қоямыз да, соның жанынан алып жазып қоямыз. Ақпараттарды жазасыз. Содан барып анықтауға болады. Мысалы, кімді кім деп есептейсіз сіз? Марат Марат Ізенов дедіңіздер, иә? Болат Сүйенов дедіңіздер? Санат Брент дедіңіздер. Осыны дәлелдеп шығасыздар, иә? Сіз балаға қалай таптырасыз? Тәсіл. Болаттың әкесі дәрігер деп тұр, яғни мұғалім емес. Порядок исключения дейді ғой орыста. Үшіншінің болуы мүмкін емес деген. Мараттың әкесі фамилиясы Прен емес дедік, оны да порядок исключения. Сонда Санат Зеніп болады деп ойлаймын. Санат Зеніп болады, Марат Сүйенов. Жақсы. Сіздер қазір осыны жақсы тауып отырсыздар да, өзіңіздің креативті ойлау, пайымыңызға қарай сіздер тауып отырсыздар. Бірақ балаға ұсынғанда мен мұны бұлай ұсынар едім. Мынандай таблица жасадым. Мына жерге Болат, Санат, Марат деп жазып алғанда, мына жаққа Ізеніп, Прен, Сүйеніп деп таблица жасатар едім балаға. Одан кейін біз не дедік жаңа? Марат Пренов емес. Сол жерге минус қоямыз, иә? Марат Пренов емес. Ал Болат 7-ші сыныпта оқиды ғой, иә? Ал Пренов 6-шы сыныпта оқиды. Демек Болат Пренов емес. Болат Пренов емес. Минус қоямыз, иә? Ал сонда Пренов кім болып тұр? Санат болып тұр. Иә? Енді тағы қалай табамыз? Мына Болат пен Мараттың біреуі не болып тұр? Ал сонда Болаттың әкесі дәрігер. Ал Ізеновтің әкесі кім? Мұғалім. Демек Болат Ізенов емес. Болат Ізенов емес. Сонда Болат кім? Болат Сүйенов. Міне осылай таблица жасалады. Енді сонда соңғы бала қалды, ол кім? Ізенов деген тек Мараттікі болып тұр. Осылай
сизиф деген несін аңызын миф дейді ғой, аңызын тараттым мен сіздерге. Осы мәтін бойынша не жасатар едіңіздер? Мысалы, қандай тапсырма жасатар едіңіздер? Ары қарай не болды деп балаға шығармашылық тапсырма беруге болады, иә? Тағы функционалдық сауаттылыққа апаратын жол ұсынсаңыздар. Оқудың түрлері көп, иә? Көз жүгіртіп оқу, түртіп алып оқу, оқылым стратегияларын, тәсілдерін пайдаланып, қандай тапсырма берер едіңіздер? Жаңағы болжау стратегиясы, иә? Тағы свод талдау жасатуға болады. Осы әңгіменің күшті жағы, әлсіз жағы, жағымды жағы, жағымсыз жағы дегендей свод талдау жасатуға болады. Тағы ақпаратты іріктеуге қатысты қандай тапсырма береді? Ол жаңағы шығармашылық тапсырма, иә? Негізгі ақпаратты табыңыз, қосымша ақпаратты табыңыз, детальді ақпаратты табыңыз деген, міне нағыз осы функционалдық сауаттылықты арттыратын тапсырмалар, иә? Сондай тапсырмалар ұйымдастыруға болады екен. Мен сканерлеп оқу деген жаңағы тәсілді ұсынады. Мысалға айтар едім, мәтінде сизиф деген сөз неше рет кездесіп тұр. Нағыз функционалдық сауаттылық сол. Оның астын қызылмен сызып шық, неше рет кездессе сонша рет. Иә? Одан кейін жалпы есімдерді тап, астын сарымен сызып шық, неше жалпы есім болса сонша жалпы есім. Иә? Ол жерде сизифтің аты бар, және тағы ажал құдайының аты бар, иә? Енді ажал құдайы кім? Тесттерде осындай сұрақтар болады. Сол сөзді қоршап қой дейді. Иә? Иә, Танатус ажал құдайы. Енді мәтіндегі зат есімдерді тап, астын қарамен сыз деген сияқты балдар баған кешіріңіздер. Құрметті ұстаздар, манағы біздің жаңағы свод талдауымыз ол сыни ойлауға, шығармашылыққа баулайтын тапсырма. Ал мына тапсырма мәтіннің ішінен ақпаратты іріктеп суырып алуға арналған функционалдық сауаттылықты дамытатын тапсырма. Міне біз сондай тапсырмалармен көп жұмыс жасауымыз керек. Бала оқу сауаттылығынан жоғары бал алсын деген болса. Міне, мен осындай тәсілді ұсынамын. Енді осы сизиф туралы аңыздың идеясы неде дейді да, сіздерге мынадай нұсқалар беруі мүмкін. Қарап тұрсақ, барлық нұсқа бір-біріне ұқсайды. Сизифтің әрбір әрекет үшін жауап беру керек адам. Иә? Сизиф не үшін жазаланған еді құдайлар тарапынан? Ажал құдайын байлап қамап тастады да адамдар өлмей қалды. Иә? Солай ма? Бұл сол әрекеті үшін құдайлар тарапынан жазаланды. Бұл да келіп қалады. Мағынасыз жұмыс ең ауыр жаза. Ол күнде тасты тауға қарай домалатады, ол домалап қайып түсіп кетеді. Күндегі әрекеті, ол мағынасыз жұмыс болып тұр, иә? Мәтінде жазылған құдайлар әлемінде ең ауыр жаза пайдасыз жұмыс. Еш нәтижесі жоқ, пайдасыз жұмыс. Ал патшалар да тер төгуіне тура келеді. Негізі Сизиф патша ғой. Иә? Міне, патшалар да тер төгіп еңбектенуіне тура. Бұл да тура келіп тұр. Еңбек етсең емерсің дейді. Бұл да тура келіп. Сіз балаға қайсысын ұсынасыз осы жерде?
жасау керек. Бұл көп жауаптан біреуін таңдайтын тапсырма түрі. Не үшін сіз аны ұсынасыз? Аны белгіле деп айтасыз. Сіз осындай не кезде сұрақ, дүдамал кезде талас тудыратын жауаптар, бір-біріне ұқсайтын жауаптар келген кезде неге сүйенуіміз керек? Мәтінге сүйенуіміз керек. Мәтінде осы төрт сөйлемнің қайсысы бар? жаңағы Мағынасыз жұмыс ең ауыр жаза деген бар, иә? Міне, осылай біз талас тудыратын жауаптар келген кезде мәтінде қай ақпарат тұр? Ақпарат. Тура осылай берілген жоқ қой бізде, сөйлем басқашалау. Құдайлар әлемде ең ауыр жаза деп пайдасы жұмыс. Жұмыстан гөрі жаман нәрсе жоқ деп ойлайды. Пайдасы жұмыстан жаман нәрсе жоқ. Міне осы ақпаратқа сүйенулеріңіз керек. Мәтінде берілген ақпаратқа сүйенулеріңіз керек. Енді иә, жоқ деген белгіні жауапты таңда деген. Осындай да келеді. Аңыздағы тастың төменге домалап кетпеуі мүмкін бе? Иә, немесе жоқ дегенді таңдап, жауабыңды түсіндір дейді. Осылай нұсқалар береді. Сіз сонда қай нұсқаны оқушыға ұсынасыз және не үшін ұсынасыз? Түсіндіру керек оны. Қалай ұсынасыз? Бірінші, иә, егер тасты тауға бекітіп қойса, домалап тұрып қалуы мүмкін дейді. Осындай нұсқа мәтінде бар ма? Жоқ, сондықтан біз бұны ала алмаймыз. Жоқ, себебі Сизиф тастың астына жанқа қойды дейді. Бұл нұсқа бар ғой, тас тұрып қалу үшін жанқа қойды. Бірақ жанқа тасты ұстап тұра ала ма? Ол көп уақыт ұстап тұра алмайды. Мынаған қарай, иә, себебі бұл аңыз тас тұрып қалуы мүмкін, бұл аңыз ғой, өмірде тұрып қалуы мүмкін дейді. Ал аңыз бәрі ойдан құралған. Бала солай айтуы мүмкін. Бірақ физикаға сүйенеміз, динамикаға сүйенеміз. Жоқ, себебі тау дөң. Сондықтан тас домалап кете береді. Біз осы жерде бағанағы жаратылыстану ғылыми құзыреттілігіміз бар ғой, иә, соған сүйенуіміз керек ғылымға. Олай қараса барлық дұрыс сияқты, осы жерде біз ғылыми пайымға сүйенуіміз керек екен. Міне, мен сіздерге сонда спиральді білім алып жатырмыз ғой, біз бір пәннен алғанды екінші пәнге қолдану, иә? Міне осыны да біз оқу сауаттылығы тапсырмаларын шешкен кезде пайдалануымыз қажет екен. Сіздермен болған осы өз Есенғали. Менің сөзімді Шамалған ауылында орта мектеп, менен алғандарыңызды, не үйренгендеріңізді осыларда жазып Қарасайға осыны жіберіп. Ертең барма, оның басын қатырайық шыналарды.